Достар, штангада 100 килограмм. Давай вызовем скорую. Да. Неге тік штанганы алмадың, а? Тік штанганы алып, нең бар еді? Ерболда лифтерский техника. Денесімен көтереді. Көтер. Аста! Пауэрлифтерде жасайсың ба? Да, в легкую. Ондай жоқ шығар, бәрінен мықтымын мен. Басқаша болу мүмкін емес. Ақбар жаңа бізге істеймін деп айтқан. Жігіттер сөзінде тұрсын. Ереке, қоймайсың сен. Не болды, Ербол? Жақсы келаттың ғой. 2, 3. Қосыңдар. Қосыңдар тағы жасайын. Мен Ақбар Жармағанбетов. Сіздерді Алматыдағы ең үздік жаттығу залдарының желісіне шақырамын. Бұл бүкіл адамзатты мазалап жүрген сұрақтар. Боксер ма, борец па? Джет Ли ма, Джеки Чан ба? Арнольд Шварценеггер ма, немесе Сильвестр Сталлоне ма? Ал біз бүгін пауэрлифтер мен бодибилдерді бір-біріне қарсы қоятын боламыз. Қалай болады? Кеттік, интервью аламыз. Қалайсың, Сұлтан? Ну че, қалай ойлайсың? Пауэрлифтерде жасайсың ба? Да, в легкую. Сенің бүгін қандай сүйікті жаттығуларың болады? Жалпы жаттығулар 3. Бицепс штангымен. 2-ті жасаймыз. Гантельдер. Базовые упражнения, тяга в наклон. Қалай ойлайсың, Ербол қандай жаттығулардан мықты сенен? Трицепс мықты, французский жим. Қазіргі салмақ қанша болып тұр? Қазір 123. 123, аха. Нақты қанша дайындалып жатсың қазіргі уақытта? Енді 1-2 апта болды дайындалдым. 1-2 апта. Одан бұрын ше? Одан бұрын жоқ дайындалған жоқ. Неде, жарыста болдың ғой? Жарыста болдым. Ал енді Ерболдан сұхбат аламыз. Пауэрлифтер. Ал Ербол, жаңа Рүстеммен сөйлескем. Ол сен жыртам дейді ғой. Сен о жағынан не ойлайсың, қалай ойлайсың, өзің күшіңе сенесің ба? Сенбесем бұл жерге келмейтінім ғой мен деген. Сенің 3 сүйікті жаттығуың қандай болады? Енді мен пауэрлифтер болғаннан кейін басқаша болу мүмкін емес. Бұл присед, жим, тяга ғой. Қай жаттығудан ең мықтысың? Ондай жоқ шығар, бәрінен мықтымын мен. Айта кетейін, Ербол бізде 5-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу. Өте жақсы. It's show time. On the left corner, it's 5-time world champion of powerlifting, Ербол Наванов. On the right corner, it's champion of bodybuilding, Рүстем Бекмұрзаев. Қолдарын қысып қойыңдар. Біз бастаймыз. Кім бірінші бастайтын болады? Ол үшін біз жребий тартамыз. Орел ма, решка ма? Орел. Решка. Бірінші Рүстем бастайды. Достар, қазір біз бодибилдингтің жаттығуларын жасайтын боламыз. Ол бицепс со штангой. Тұрып, штанганы максималды түрде көтеретін болады. Кім бірінші беріледі, сол жеңілді. Штангыда 50 келі. Тоқтамай бір-біріне беру керек. Бастаймыз. Бұл жерде біздің жанкүйерлеріміз 3, 4, 5. Қанша рет жасады екен? 6. Ерболда лифтерский техника. Я? Денесімен көтереді. Өте жақсы келе жатыр. Ербол арқамен көтеріп жатыр ма, түсінбей жатыр мен соны. Руссо-билгерская техника.
Ербол шаршамайды екен, а? Міне әлем чемпионы деген осы ғой. Жарайды, кедергі болмайық. Қатты. Қанша болды? Ал, кеттік, санаймыз. Бәрі. Ербол, 2, 3, 14, 15. Өте жақсы. Бәрі үстем. Неге тік штангын алмадың, а? Қисық штангын алып, нең бар еді? Көтер. 14. Біреу бар. Аста. Так можно было, что ли? Главное, не бросить. 15. 1-0. Ербол, құттықтаймыз. 1-0. Аха. Енді кішкене дем алып, Ерболдың жаттығуларына көшеміз. Предплечье да отказали у тебя, да? Ербол, сонымен келесі жаттығу қандай болады? Техникасы қандай? Гиперэкстензия, штангыға салмақ қосамыз, басын артынан тастаймыз. 2 күн көп жасалады. Ал қазір пауэрлифтингтің жаттығуын жасайтын боламыз. Ербол гиперэкстензия с весом берейін деп жатыр. Қасымызда жігіттер көмектесіп тұрады. Толик, Рус. 50 келеден бастаймыз. 50 килограммнан 3 реттен қайталайық. Жақсы. Кеттік. 1, 2, 3. Аламыз. Страхуйте, когда он 3 сделает, да, вы снимите, да? Да. Бәр. 2, 3. Өте жақсы. Рустем, неожиданно, да? Оп. 2, 3. Ловите. Хорошо. Опа. 1, 2, 3. Оп. Ага. Сексен келі. Опа, өте жақсы. Ербол айтып жатыр, параллельге дейін көтерілу керек дейді. Кеттік. 1. Жоғары. 2. Оп, бармайды. Стоп. Өкінішке орай, достар, бұл салмақты Рустем көтере алмады. 80 килограмм. Бұл уверенно сенің жаттығуың. Құттықтаймын. 2-0. Счет. Рустем, осымен бітіресің ба? Жалғастырасың ба? Ақбар жаңа бізге істейм деп айтқан. Жігіттер сөзінде тұрсын, 50 килограммды қанша рет істеп алады? Ереке, қоймайсың сен. Раз, 2, 3. Қосыңдар. Сонымен счет 2-0. Ербол жеңіп келатыр. Қазір жаттығу Рустем беретін болады. Ол иыққа арналған жаттығу. Махи плюс жим. Техникасын айтып жүрші, қалай болатын? Ол пирамида жағы. Аха. 2-ден бастаймыз да 5-ке дейін көтереміз. Одан кейін 5-тен төмен қарай. Ол бір подход деп саналады. Ол бір бақыт деп саналады. Давай, рули, тебе дадим флаг в руки и вперед. Сонымен кеттік. Махидан бастаймыз. Жим қалай болатын? Сонда нешеге дейін көтереді? 5-ке дейін көтереді. 5-ке дейін, иә? Төмен қарай түседі, иә? Давай, сық. Салмақ 5 келі болды, енді 10 келіге көшеміз. Кеттік 10 келі. 1, 2, 3.
Ерболға бір жағынан жақсы, ол қолдар қысқа да. Иә. Сен көтергенше ол 2 рет жасап кетеді уже. Көрініп тұр. Ербол жеңілейін деп тұр. Иә. Уже қолдар ісіп кетті. Екі қатты аса мән бермейді ғой деймін. Өткені көбірек штангымен жұмыс істейді. Мысалы Рүстем, ол көбінесе осындай екі жаттығу көп береді. Махи, жимы, ошағынан ол өте қатты, өте мықты. Қиындау болады, иә. 15 келмен әрқайсысы жасай бермейді. Ол менің рабочий салмағым негізі. Махида. Екі. Ал, кет. Екі. Выше. Бір, екі. Давай. Ай, мықты болды. Достар, сонымен соңғы 4-ші подход 20 келмен жасау керек. Рүстем бастайды. Өте жақсы. Қол тала бастады. Жаса. Бармады ма? Екі. Выше. Не болды, Ербол? Жақсы келаттың ғой. 2-1, шөт 2-1. Жақсы келатыр біз. Жігіттер біраз шаршақапты. Келесі жаттығу бізде брусья с весом. Салмақ қосамыз. Салмақ қосамыз. 2-24 килограмм аламыз да, соны 3 ретке қосамыз. Жасаймыз. Тағы да 20 килограммнан қосып тұрамыз үстіне. 3 реттен қайталайсыңдар ғой, иә? Қайталамыз. Кім істей алмайды, сол күнде. Иә, өте жақсы. Оп, кеттік. 1, 2, 3. Кеттік. Төмен, стоп, пошел. Оп. Оп. 3. Ага. Очень хорошая техника. Прям низко спустился. Тоже с весом, братан. Большой? Понял, забил. 68 келі. Жоқ. Ремейдің өзі 3 ремейдің өзі, аха. 3 килограмм болды. Сонымен, 71 келі. Алдында 51 килограмм болды. 51 болды, аха. Кеттік. Оп. 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 Бар. Сюда. Оп. 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 71 келі қабылданды. Сонымен бізде 91 келі. Ербол бастайды. Кеттік. Оп. 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 Жақсы. Тоқтамай. Аямай. Көтере береді. 1, 2, 3. Кеттік. Оп. 1. Оп. 2. Жарайсың біз. Бәрібір өте жақсы көрсеткіш. 91 келімен әрқайсысы жасай алмайды. Сонымен шөт 3-1. Ербол жеңіп келеді. Бірақ Рүстемде мүмкіндік бар. Оның сүйікті жаттығуы ол тяга штанги в наклоне, арқаға арналған. Жеңіп алам дейді. Қалай болады? Көрейік. Сонымен штангада 100 келі.
техникасы қандай болады Рүстем? Айтып жүрсің. Тяга пояса в наклоне, базовое упражнение. Будем с каждым подходом увеличивать вес, а количество повторений на 3. Сонымен соңғы подход бәрін шешеді. Сонымен техника бодибилдерская. Именно только на свой экип. Есть. Раз. Екі, үш, өте жақсы. Бір, екі, үш, өте жақсы. Бір, екі, үш. Кеттік. Бір, екі, үш. Өте жақсы. Бір, екі, штангыда 180 келі. Қазір Рүстем бастайды. Қол ұстамай жатыр. Білек деген қатып қалған. Бірақ 200-ге апарамыз дейді. Көрейік. Кеттік. Бір, екі, үш. Все, руки сидят. Қол ұстамай кетті. Я поднимаю, я чувствую, что левая Қол ұстамады. сваливает. Весь прикол в том, что я же разнохват берусь. Счет 3-2. Енді соңғы жаттығу бар, французский жим. Сол жаттығу бәрін шешеді. Сонымен достар, счет 3-2. Қазір алда Ербол келе жатыр. Жаттығуды Ербол береді. Қандай жаттығу? Айтып жібер, техникасы қалай болады екен? Бұл французский лежа деп айтылады. 40 килограммнан бастаймыз. 5 ретке жасаймыз и салмақ қосып тұрамыз. Кім жаса алмайды, сол ұтылады. Максималды салмаққа жетеміз, е? Иә. Бастайық. Ербол. Кеттік. Жақсы, жеңіл кетті. Хотя тебе сложно лифтером назвать, Ербол, да? Ты даже его не знаешь. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Жақсы. Подготовился, зарядился. Бес. Голова так работает, братан. Голову не открывай, братан. А, вот ты говоришь, я ж побил. Штангыда
80 келі Ербол бастайды. Ерболдың ең мықты жаттығуы французский жим. Кеттік. Бар. Давай! Поехала! Бір. Екі. Үш. Голову не отрывай. Давай. Төрт. Бес. Бар. Қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз. Қабылдай. Достар, штангада 100 килограмм. 100. Ербол бастайын деп жатыр. Не деген монстр мынау. Ой. Ляг. Ляг. Бери штангу. Ложись. О, подожди. Давай вызовем скорую. Да. Порвался походу. Сядь. Кетонал есть? Не трогай, да, брат. Не трогай, да. Не трогай. Есть небольшая. Ты брал стольник раньше? Да. А? Да. Брал, да? На трицуху. Да, ну, частично не по... Да, скорую надо вызвать. Давай. Вызывайте, да? Скоро вызов. Да? Ну да, лучше. Достар, бұл жағдай әрине өте өкінішті. Біздің жоспарымызда ондай болмаған. Трестің төменгі жағы. Жаңағы өзі қорқытты ғой. Жаңағы где локтевой сустав, сол жақтарды қорқыты. Мына жері шығып кетеді деп. Осындай қорытынды ешқашан өздеріңізді көрсетіп, дайын болмасаңыздар, үлкен салмақтар алмай қойыңдар. Өйткені көрдіңіздер қандай қауіпті екен. Болмаған жерден бұлшық еттің жыртылуы ол ешқандай ол жақсы емес. Біреу жеңді, жеңбеді деп айтпай қойық. Осындай жағдай болып қалды. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Ерболды ауруханаға апарайық.